Құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта 3%-ық обеспечение төлеу туралы үйрететін боламыз. Кабинетке өтіп, астына түскен кезде, міне осындай жасыл түспен отқан тендерларыңыздың, яғни договорларыңыздың 3%-ын 8 немесе 9 күннің ішінде төлеу туралы осындай ақпарат келіп тұрады. Осы уақыт аралығында товарды жеткізіп, электронды акт қабылдағаннан кейін осы жасыл ссылкамен келіп тұрған обеспечение өздігінен кетіп қалатын болады. Немесе оны үлгермейтін болсаңыздар, міндетті түрде 3%-ық обеспечение төлеу керек. Егер бұлар орындалмаған жағдайда сіздер недобросовестный поставщик тізімінің қатарына еніп кетесіздер, яғни черный списокқа түсіп қаласыздар. Сондықтан бұған мұқият болыңыздар. Ендеше қалай төленеді? Ссылкаға өтеміз. Договор и согласование өтсек, договордың 3-ші тармағында осы 3%-ық обеспечение туралы бүкіл ақпарат жазылған. Мұқият оқып шықсаңыздар болады. Төлеу үшін обеспечение исполнение басамыз. Внести с денег ЭК деп тұр. Соған басамыз. Подтвердить кнопкасын басамыз. Және завершить прикреплениені басамыз. Да, окей. Осымен 3%-ық обеспечение төленді. Яғни жалпы суманың, міне 3%, оны жалпы суманың 3% 21.421 теңге, 50 тиын теңге төленді. Бұл яғни сіз товарды жеткізетініңіз туралы кепілдік. Кабинетке өтеміз. Астына түссек, жаңағыдай көрген 8 күн деп тұрған ссылка өздігінен жойылып кетті. Яғни біз обеспечение төледік. Егер төленген туралы тағы да білгілеріңіз келсе, обеспечение төлер алдында өзіңіздің мына жердегі суммаларыңызды қарап алуыңызға болады. Менде заблокирован сумма 53.716 теңге 50 тиын. Яғни осының ішінде жаңағы 3%-ық обеспечение тоже осының ішінде жатыр. Осылай өздеріңіздің суммаларыңызды тексеріп алуға да болады. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше.